барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі видеода біз Чанаккалеге баратын боламыз, сол жақта қыдыратын боламыз. Ендеше менің артымда болуға ұмытпаңыздар, өте қызықты влог болады. Достар, біз деген қазір Чанаккалеге дайындалып жатырмыз мұнда. Бірақ бөлек-бөлек автобустармен барамыз. Сол себепті Чанаккаледе кездескенше. Чанаккаледен жалынды сәлем. Біз мұнда фотоға түсіп болдық. Адамдар фотоға түсіп жатыр. Қасымызда негізі тағы да бір досым болып еді. Бірақ біз оны таба алмай қалдық. Өйткені ұлдар мен қыздар бөлек болғаннан кейін досымыз әлі келмеді. Сол себепті біз Гүлдан екеуміз өзіміз фотоға түстік. Чанаккале Грециямен шектеседі. Күшті, әдемі. Алда тағы да қызықты видеолар күтіңіздер. Біздің таңбас. Қараңдар. Нешен әдемі көрініз. Қыздар біз кетіп бара жатыр. Қараңдар. Қалай күшті. Өте қуаныштымын. Өте әдемі. Паромға мүмкін келмеді. Бұрыннан арманым болған. Мүмкіндік. Керемет сезім. Gelmemeli diyor. Ve 1461-62 yılları arasında 2 tane kaleyi Fatih Sultan Mehmet'imiz karşılıklı Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine yaptırtıyor bakın misafirler ve bu anlamda karşıda kaleyi gördük sol tarafınızda diye söyleyeyim. Dostlar, biz Çanakkale'nin kinosu түсіретін жерге келдік. Тарихи жерге. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Бізге түсіндіретін болады. Соғыстан кейінгі жалпы қалай қалды, соның барлығы мына жерде көрсетілген. Қазір сіздерге де көрсететін боламын. Жалпы қирап қалған үйлер, құрылыстар, осының барлығы осы жерде орналасқан. Бүкіл туристерді осы жерге алып келеді. Міне сіздерге көрсетейін. Чанаккале осы жерлерде бұрында соғыс болған. Сол соғыстан қирап қалған осы құрылыстар, үйлер жалпы осы жерде бәрі сақталған музей ретінде. Бірінші дүниежүзілік соғыстың ең маңызды майдандарының бірі Чанаккале соғысы. Антанта державалары 1915 жылы одақтастары Ресейге Дарданель боғазынан өтіп жәрдем жеткізбек болды. Осы уақытқа дейін жеңіліс көрмеген Ұлыбритания теңіз флоты Осман мемлекетіне шабуыл жасап, осылайша соғыста Османлы мемлекетін жоюды жоспарлайды. 1916 жылдың 9 қаңтар күніне дейін созылған Дарданель соғыстарында 1 шаршы метрге орташа есеппен 6000 оқ тасталды. Чанаккале шайқасында түрік армиясында ер адамдармен қатар әйелдер де жаяу әскер және мерген болып соғысты. Соғыс кезінде Ефрейтор Сейіт атты бір жауынгер 250 фунттық 3 оқты адамдық күшімен арқасына көтеріп зеңбірекке өзі салған. 1915 жылы 18 наурыз күні Осман мемлекеті үлкен жеңіске жетіп, бұл жеңіс тарихқа Чанаккале теңіз жеңісі деген атпен енді. Кейін деректі фильм көрсетті. Tereddütlerim var. Boğazlardan sadece donanma hücumuyla geçmek zor görünse de birçok gemi tarafından girişilecek geniş çaplı bir harekatla savunma hatları takip edilebilir. Gemilerden sağlı sollu yapılacak atışlarla iki kıyıya da çok hasar vermek mümkün. Қараңыздар, сол соғыс болған кезде жаңағы Чанаккале сavaşı, сол кездегі қалған жаңағы кемелердің бөлшектері, осколкалары деп айтады. Hocam gördüm. Hocam orada. Tamam, yetişin. Достар, менің зарядкам аз қалды, бірақ біз әлі обедке дейін біраз уақыт бар.
бізге айтқан негізі алысқа кетпеңдер деп. Досымызды тауып алдық, әне. Ақ футболкадағы есбол. Қараса енді. Тикток билежі. Diyor. İşte bu Asya Ravuzlar mevkinde ne yapılıyor? Psikolojisi düzeltildi. Günlerce uyuda tekrardan nedir? Cepheye geliyormuş. Ne dedim biraz önce? Dönmeyi düşünmediler dedim. Dönme derdinde değil. Yine askerimin bakın bir anısı var, harcıklarını çözdüm diyor. Ayağından postalı çıkarttım diyor. Doktor diyor ki keşke çıkartmasaydım da kalsaydı. Ayak tabanıyla beraber postal elime gelmişti. Cılk iltihaplı yara içerisindeydi. Бізде, оказывается, деген зарядка қоятын жер бар екен ғой. Мен енді білгем, короче, сол зарядтап жатырмын, қазір пысқытып жатыр басқа адамдарды. Міне қараңыздар, біз келдік. Ой, кешір. Осылай Чанаккале соғысындағы болған арбалар, міне бұрында үсіп тасыған ғой жаңа заттарды. Мына жақта жылқы. Қараңыздаршы қалай бәрі прям реалистично, шынайы. Міне осылай бұрында емдеген ғой соғыс кезінде. Қараңыздаршы, прям қалай реалистично қылдырып жасаған, правдоподобно қылдырып үстіп емдеген ғой деген соғыс кезіндегі жараланған адамдарды. Барлығы бар, бұрынғы ескі замандағы бұрынғы замандағы заттар, сол жақта сол замандағы құралдардың барлығы, міне майша малдарыңызда көріп тұрғандай, және де дәрігерлер. Чанаккале geçilmez деп тұр. Достар, мұнда деген біздің келген жаңағы автобустарымыз, турмен келген қаншама автобустар келген ғой. Енді қараңыздар, мынаның іші деген очередін қараңыздар, адамдар толып тұр. Достар, біз түскі асқа бара жатырмыз. Бізге 45 минут уақыт берді. Содан кейін автобусқа қайтып мініп, басқа жерге қыдыруға барамыз. В общем, тез жеңдер деп тұр ғой, бізге көп сөйлемей. Солай, күн деген күшті болып тұр. Ауа райы Чанаккаледе ескі шекерде салқын болып еді, таңертеңмен қатып қалдым. Бірақ мына жақта ауа райы күшті. Түскі ас ішуге келдік, бірақ мына жер деген өте шулы, және де адам өте көп. Қазір сіздерге бізге қандай түскі ас бергенін көрсетемін. Обед, бұл жерде айран, және де осындай көпте экмек деп аталады екен. Короче, булочка, ішінде котлеты и все вроде. Мен үшін араласа аласың ба? Шекерлер. Карамель и ванилия. Жақта теңіз, Чанаккале. Өте әдемі. Осы Чанаккале жаңа айтқандай соғысынан қаза болған әскерлер, жаңа Истанбул, Измир, Ялова деген қалалардағы әскерлердің жерленген жері, шехирлік деп аталады. Жерленген жерлері осылай. Чанаккаленің нағыз тарихи жерлерінің бірі. Biz paromda ketib bara жатырмыз.
достар, біз деген Чанаккаленің чаршысын аралап жүрміз. Қыздармен бірге, барлығымыз осы турмен келген қыздармен бірге. Сол, қазір содан кейін кешкі асқа барамыз. Айналы чаршы дейді. Біз базарға келдік. Бүгінгі видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Арнамда болғандарыңызға рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше келесі видеода жүздескенше.